Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті қазақ стайлдың жанкүйерлері, тілеулестер. Біз қалай қуансақ, сіздердің де солай қуанып жатқандарыңызды жақсы білеміз. Жаңалықты оқыдыңыздар, естідіңіздер. Құдай қаласа қазақтың баласы Жәнібек Әлімханұлы қазақ стайл келесі жекпе-жегін әлем чемпионы Хамза Ширазға қарсы өткізетін болды. WBO бүгін осындай шешім шығарды, яғни супер орта салмақта чемпион болып тұрған қазір Хамза Шираз, сол Хамза Ширазға ресми түрде Жәнібекті міндетті қарсылас етті. Екі тарапқа 20 күн уақыт берді. 20 күннің ішінде промоутерлік компаниялар өзара келісіп, жекпе-жек қай күні болады, қай жерде болады, қалай өтеді деген мәселелерді енді өздері шешу керек. Күтейік енді қандай шешім қабылданатынын. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің карьерамызды бақылап отырсыздар. Орта салмақ кезде Хамза Шираз Жәнібекпен бокстасқан жоқ еді. Жәнібек чемпион болып тұрған кезде Хамза Шираз біздің міндетті қарсыласымыз болды, бірақ олар бас тартқан еді. Енді осы жолы қалай болатынын көреміз. Өткенде бір қуанып едік, супер орта салмаққа ауысып, бірден екінші орынға жайғасқан кезде кәдімгі қазақ жұрты бір қуанып, міне енді чемпионға міндетті қарсылас атанып отырмыз. Бұл тарихи күн, тарихи сәт, тарихи іс. Бұйырса қазақтың баласы екі салмақта әлем чемпионы болады. Ол күнге де аз қалды. Тағы бір айта кететін бір қуаныш жағдай, бізді мына желтоқсанға дейін шеттетіп еді ғой бокстаспауға. Ол шеттеуді де WBO алып тастады. Мәселен, жалпақтың айтқанда Жәнібек ертең бокстасам десе де бокстасуына, жұдырықтасуына рұқсат. Бұйыртса енді Хамзаны ұрып алайық, WBO титулды алып алайық, ары қарай титул біріктіру әрекетінде бұрынғыдай еңбегімізді жасай береміз. Жақсы жаңалықтар шығып, көңілі көтеріліп, ой керемет. Бүгін күн берекелі болды, Аллаға шүкір. Жұмыс көп енді алға істейді. Бұрынғыдан да көп жұмыс жасау керек. Шаруа шаш етектен дейді қазақ. Алла нәсіп етсе, реттейміз бәрін. Қуаныштымын да. Ассалаумағалейкум, қазақ стайлдың жанкүйерлері, қалайсыздар? Супер орта салмаққа ауысқанымыз туралы ақпаратты оқып біліп отырсыздар. Жәнібек Әлімханұлы қазақ стайлдың алғашқы әңгімесін өздеріңізге ұсынайын деп отырмын. Жөнібай, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Сау қалай? Жақсы ма? Аллаға шүкір бәрі. Супер орта салмаққа ауысу қалай болып жатыр? Иә, бұйырса екінші салмаққа ауысып жатырмыз. Енді бірінші себебі бұл салмақта Канело бар. Өзіміз кәсіпқой боксқа ауысқалы жұдырықтасқымыз келетін боксшы. Сол бар. Содан кейін Шираздар бар. Баяғы